Мына жерде сахабаларын қуаттау, қолдау, ерліктің рухын құю мақсатында сахабалардың барлығы жиналып тұрған кезде қылышын қынынан суып шығарды пайғамбарымыз. Мына қылышты өзінің міндетімен кім бірге өтейді деді. Мына қылыштың міндетін кім өтейді, өзінің міндетін тиесілі болған. Деген кезде Омар ибн Хаттаб жүгірді. Мен деді. Мына жақтан Али ибн Абу Талиб шықты. Я Алланың елшісі мен деді. Зубайр ибн Ауам шықты. Я Алланың елшісі мен деді. Бір кезде Абу Дуджана Симак ибн Харша деген сахаба, мәдиналық ансарлық сахаба тұрды алды. Я Алланың елшісі, ол қылыштың міндеті не деді ғой. Сонда пайғамбар салам айтты, бұл қылышпен деді, жауыңа қарсы қылыш сынғанға дейін шайқасуың деді. Алланың елшісі, мен алам онда деді бұны. Пайғамбар салам мінеке Абу Дуджана саған деді бұл қылыш. Сөйтіп қылышын Абу Дуджанаға берді. Бір кезде Абу Дуджана қылышты алғаннан кейін былай кердең паңдана бүйтіп басып кетіп барады дейді сахабалардың алдында. Мен алып кеттім пайғамбар салам қылышын деген сияқты. Сонда пайғамбар салам қарап тұрып, оны кетіп бара жатыр ғой енді. Сонда не деді? Мына жүріс негізі ұнамайды Аллаға дейді. Мына жүріс негізінде ұнамайды, бірақ дәл осы жерде бұл Аллаға ұнап тұр дейді. Өйткені кімнің қылышын алып жатыр ол? Бұл мәртебе ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қылышын алу, пайғамбар саллаллаху бір дүниесін алу, ол деген бір мәртебе сахабалар үшін. Бұл негізі ұнамайды бірақ Аллахқа. Бірақ осы жерде бұл нәрсе ұнап тұр дейді Аллахқа. Осылайша соны алды да бір кезде жаңағы тізіліп тұрған сахабалардың жанына барып, қызыл сәлдесі болған екен бұл кісінің ше. Бұл кісінің қызыл сәлдесін киіп жатыр деген хабар жетсе Мәдинада, болды бұл қиратады. Сондай бір не бар, адамдарда сенім бар. Бұрын өйткені яуму буас дейді, анау екі тайпаның Мәдинада өздері қырылды ғой, яһудилер мен қырылды өздері. Сол кезде бұл қызыл несін байлайды екен ғой жаңағы. Қызыл сәлдесін байлаған кезде адамдардың бәрі тым-тырақай қашады екен Абу Дуджанадан. Сол қызыл сәлдесін байлап жатыр ғой, бірақ оны байлап жатқан мүшриктер білмейді ғой неге байлап жатқан. Мәдиналықтар түсініп тұр оны. Соны байлады дейді ғой. Сол кезде ансарлық сахабалар айтты дейді. Ох, мынау бітті дейді міне. Қызыл сәлдесін байлап жатыр, болды. Енді бұл я өледі, я қиратады деп айтады екен. Сөйтіп Абу Дуджана сахадай сай тұр соғысқа. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осылай сахабаларын әрқайсысына бүйтіп жаңағы өзінің насихатын айтып, ерліктің рухын құйып, аз болсақ та берілмеу керектігі жайында. Кеше Бәдірде жеңді ғой аз болса да. Тақуалық, сабырлық соғыстың үстінде керек. Соның барлығын құйды. Соғыс алаңына кірген кезде Зубайр ибн Ауам менің аңдығаным Абу Дуджана дейді ғой, жаңағы қызыл сәлделі кісі бар ғой. Қалайша деп өзімен өзім сұрақ қойып жүрмін дейді. Мен пайғамбар салам туысқанымын ғой дейді. Оның әпкесі Сафияның баласымын дейді былайша. Маған бермей, бірінші сұрадым мен маған бермей, Абу Дуджанаға берді дейді қылышын. Көрейін енді деп тұр ғой Абу Дуджана не істейтін. Ана Абу Дуджана соғыс басталды ғой екі жақтың. Соғыс басталған кезде жайпады дейді ғой Абу Дуджана. Соғысып жүріп өтіп кеткен ғой мына жақта. 3000 әскерден өтіп кеткен былай астына қарай. Әскерден өтіп кеткен Абу Дуджана. Бір кезде мен Зубайр айтады, мен ізінен қуып жүрмін дейді, анау не істейді екен деп, қылыштың ақысын бере ме берме? Қиратып жатыр дейді анау ше. Еркектердің барлығына өтіп кеткен дейді. Бір кезде әйелдер жаққа қарай кіріп кетті дейді. Әйелдер жаңағы мұсылмандардан кейбір өлген сахабалардың ішін тіліп, бауырын, құлағын тіліп атқан әйелдердің қасына дейін барды дейді анау. Абу Дуджана өтіп кеткен ғой барлығы. Сонымен барып ұрайын деп жатыр, бір кезде шыңғырған әйелдердің дауысы шығып кетті дейді. Сонымен Абу Дуджана қой құрсын. Пайғамбардың қылышына қиянат жасамай қойын, әйелдерді өлтіріп деп, кейін қарай бұрылып, мына жақтан өтіп кеткен ғой былай қарай. Қайттан былай қарай барып соғысқан Абу Дуджана. Ананың әсері ғой, көрдіңіз бе? Өз-өзін басқа әлемде сезінген да ол кісі. Дуджана бар ғой. Өмір бақи өлгенге дейін соғысады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Соғыстан соғыс қалдырмайды бұл кісі. Сол міне жаңағы Зубайр ибн Ауам сол кезде білдім дейді ғой. Шынымен де бұл міндетін атқаратын адам алған екен дейді қылышты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біледі ғой кімге нені беру керек екен. Жебемен жаңбыр жауады. Сол жебемен жаңбырды күтіп алған кім? Атақты ұлы сахаба Абу Дуджана. Кешегі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қылышын алған Абу Дуджана бар ғой, қызыл орамал, қызыл сәлде тағар. Сол сахаба жаңағы төсін арқасын тосады дейді, оқ келе жатса. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай қорғаған ысқыны ғой енді. Сонда бұл кісінің үстінде не дейді? Жебе кірмеген жер қалған жоқ дейді, бірақ өлген жоқ дейді. 40 жыл соғыс болса да ажалы келген өледі деген осы.
Сол жерден жаңағы тірі шықты дейді. Тіпті Сағат ибн Аби Ваққас сол қысылтаяң уақыт болып жатқан кезде мен екі бір дәу адамды көрдім дейді, ақ киген. Олар да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қорғап тұрды дейді да. Жаңағы тісі жарылып беті қараған болып жатқан кезде сонда сөйтсем ол Жәбірейіл мен Микаил екен деп айтты дейді Сағат ибн Аби Ваққас.